Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 54-ші сабақ К әріпін жалғастырамыз. Бірінші берілген тапсырма бізге мына берілген сөздерді буынға бөліп оқып көрелік, балалар. Терек, шелек, керу, керуен, кесте, кеше, текемет, керемет. Мінекей балалар, буынға бөліп оқыдық сіздермен. Енді өздеріңіз бірнеше рет қайталап оқып, тілдеріңізді жаттықтырыңыздар, Яғни бізде балалар бірінші, екінші және де үшінші бағандағы сөздер екі буынға бөлінеді екен, балалар. Себебі бұл жерде екі дауысты дыбыстардан бар. Ал үшінші бағандағы сөздер үш буынға бөлінеді. Себебі бұл жерде үш дауысты дыбыс бар екен. Бұдан әрі қарай балалар, келесі суретке назар аударыңыздар. Балалар, қараңыздаршы, бұл жерде біз кестені көріп тұрмыз, және де ағаш, одан кейін бірнеше түйелер, яғни жүк артқан түйелер, керуендер кетіп бара жатыр екен, Балалар, егер де бір зат болса, оны біз не деп сұрақ қоямыз оған, және де оған мысалы кестені көріп тұрмыз, Кестеге не деп сұрақ қоямыз, оны кесте дейміз. Ал егер де бұл кестенің жанында тағы да екі кесте болса, онда оған нелер деп сұрақ қоямыз, және де кестелер деп жауап береді екенбіз. Мінекей балалар, мына талға қараңыздаршы, ағаш, терек, оған біз не деп сұрақ қойсақ, терек деп жауап береміз. Себебі ол жерде тек бір ғана терек өсіп тұр екен, Ал енді мына жердегі суретте қарасаңыздар, бұл жерде жүк артқан бірнеше түйелерді көріп тұрмыз, Оларға біз нелер деп сұрақ қояды екенбіз, және де түйелер деп жауап береді екенбіз. Бір зат болса, біз не деген сұрақ қоямыз, ал бірнеше зат болатын болса, нелер деген сұрақ қояды екенбіз. Енді балалар, мына жердегі сызбаға қараңыздар, Сызбада бізде міндетті түрде сөздеріміз бас әріппен басталу керек деген белгі тұр, Ал соңы бізде бірінші сөйлемімізде ол нүкте болу керек, яғни хабарлы сөйлем, Ал екінші кестеде бұл жерде бізде сұрақ белгісі тұр, Яғни бұл сұраулы сөйлем болу керек. Ал соңында леп белгісі тұр, яғни ол лепті сөйлем болу керек, Мына жердегі сөйлемдерді рет-ретімен келтіріп жазып шығамыз. Ал енді балалар, мына жердегі сөздерге қараңыздаршы. Бұл жердегі сөздердің орындары ауысып кеткен екен, Кәнекей соларды дұрыстап орындарына қойып, мәтінімізді оқып шығайық. Мынау ескек, ескек ұзын, олар екеу. Енді балалар, мына жерде бізде бос орындар берген екен, және де сол орындарға мына берілген Б және де К әріптерін қойып шығамыз. Олай болса балалар, кәнекей сөзді оқиық, шелек. Олай болса, бірінші сөзге қандай әріп қоямыз? Дұрыс айтасыздар, К әріпін қоямыз, Ал екінші сөзді оқиық. Бота. Қандай әріп қоямыз? Дұрыс айтасыздар, Б әріпін қоямыз, Сонда бота деген сөз шығады екен. Үшінші сөз бізде, оқып көрейік, текемет. Бұл сөзде қандай әріп түсіп қалған екен? К әріпі түскен екен, Олай болса, текемет сөзінде К әріпін жазамыз. Келесі сөз қобыз. Дұрыс айтасыздар, бұл жерге біз Б әріпін жазамыз, Олай болса балалар, сіздер барлық
сұрақтарды дұрыс таптыңыздар, әріптерді дұрыс қойдыңыздар. Енді кесте ерекше екен деген сөйлемді қатесіз көркем түрде дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды, балалар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.